Өзі шайқалып тұр. Өзі орнықты емес. Отырғанда аса қатты жайлы емес. Достар, бұл отырғыштың бағасы 333 мың теңге. Былтыр желтоқсанда Орал қаласының әкімдігі барлығы 5 миллион теңге осындай отырғыштың 15 данасын сатып алған. Яғни әр қайсысы 333 мың теңге. Директорының аты жөні Шыңғыс Қадем. Соның компаниясы Орал қалалық әкімдігінен бір көзден алған. Яғни бұл жерде мемлекеттік сатып алу бойынша тендер ешнәрсе ойнатылмаған. Неге бір көзден деп біз тексеріп сұрадық, және де Әділет министрлігінен жауап тиіс алдық. Бұл арқасы биік отырғышты жасауға жаңағы Шыңғыс Қадемнің авторлық құқығы бар екен. Қандай керемет. Яғни былай айтқанда, осындай бәрі білетін интернетте толып тұрған схемалары бар затқа авторлық құқықпен патентті тіркеп, әкімдікке барып бір көзден кез келген затты сатып жіберуге болады екен. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? 333 мың теңгеге бұл отырғыш тұрады ма? Бұл жерде 38 ағаш және де әртүрлі темір қиындылардан жасалған. Әлде сіз егер жасау білетін болсаңыз, бұндай отырғышты сіз әкімдікке, яғни салық төлеушілердің ақшасына қаншаға сатар едіңіз?